Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ханым бірге жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Осындай әп-әдемі жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге ұн, тұз, бір жұмыртқа, су қажет болады. Суымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды салып, араластырып, тұзы ерігенше үстінен жай-жайдан ұн салып, қамыр илей бастаймыз. Қамырымызды өте қатты, өте жұмсақ қылып илемеңіздер. Орташа етіп илеп алыңыздар. Қамырларыңыз жұмсақ болып кетсе, жайылуы қиын болып кетеді. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қажетінше ұн салып, орташа қамыр илейміз. Қамырымыздың басы біріккеннен кейін 10-15 минутқа пакетке салып, тындырып қоямыз. 10-15 минут өткеннен соң қамырымызды қайта алып, қайтадан илеп ийміз. Июі қанған қамыр өте әдемі, бір тегіс болып жайылатын болады. Сіздер де дәл солай істеп көріңіздер. Қамырымыздың июі қанғанша арасына салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет, картоп, жұмыртқа, пияз, тұз, бұрыш қажет болады. Және кішкене сұйық май қоссаңыздар болады. Менде тартылған етім өте майлы болғандықтан, мен ешқандай май қоспадым. Қаласаңыздар, құйрық майда қоссаңыздар болады. Теркадан осылай сәбіздерімізді өткізіп аламыз. Сосын картопымызды өткіземіз. Пиязымызды майдалап турап аламыз. Пиязымызды көбірек қоссаңыздар, салмамыз өте жұмсақ болып шығады. Не өздеріңіз көріп тұрғандай майдалап турап алдым мен пиязымды. Мен пияздарым үлкен екеу болғандықтан екеу қостым. Сіздер майда болса, үшеу қоссаңыздар болады, үшеу, төртеу қоссаңыздар болады. Татымына қарай бір шай қасық бұрыш, бір шай қасықтан көптеу тұз салдым. Приправа салам десеңіздер де, өз идеяларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Мен бірақ олай істемедім. Міне қамырымыз жылтыр болып тұр. Біркелкі болып, әдемі болып, өзіме жайғанға ыңғайлы етіп, үшке бөліп алдым. Әр суаламыздан мантоваркаңыздың бір лист қаным шығады. Міне осылай арасына ұн себе отырып қамырымызды жая бастаймыз. Көп мөлшерде ұн қажет етпейді, тек қолға жабыспайтын болса болды. Қамырымыздың үстін қасты баспаңыздар қамыр жайғанда. Оқтаудың тек екі шетінен басып отырсаңыздар, қамырларыңыз біркелкі тегіс болып, әдемі болып шығады. Менің қамырым уже дайын болайын деді. Жақындады, міне өздеріңіз көріп тұрғанда дайын болды. Дайын қамырымызды 4 бөлікке бөліп шықтым мен. Мантының қамырынан кішкене ірірек жалпақтау етіп кесесіздер. Араларын кішкене осылай ажыратып алдым. Міне салмасын бір шетінен қойып салып шығасыздар осылай. Екінші басын қайтарып, біріктіріп, екі шетін басып шығастыры қаттырек.
салмасы шығып кетпеу үшін жоғарғы жағын әр жерінен бассаңыздар болады. Міне дәл осылайынан екі шетін міндетті түрде басыңыздар. Міне дайын болды. Осындай бір лист шықты мінде. Суларыңызды қайнатып 50-45 минутта пісіріп аласыздар. Ас болсын. Менімен бірге болыңыздар. Комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.